Сәлем баршаңызға. Бүгін өріккен дәмді болып шығатын жем дайындайтын боламыз. Ең алдымен сары өріктерімізді жуып, тазалап, сүйектерінен ажыратып аламыз. Өрік қанша килограмм болса, қантты да сонша килограмм қылып қосамыз. Сонда банкаларымыз атылып кетпейтін болады. Енді газге қойып, бір араластырып жібереміз. Отымыз орташа болуы керек. Кейін қайнаған кезде көбіктер пайда болады. Ол көбіктерді сүзіп алып тастамаймыз, себебі кейін өзі тарқап кетеді. Қайнағаннан кейін бір суытып аламыз. Шамамен менікі 1,5 сағатта суыды. Кейін тағы да бір көтерілгенше қайнатып аламыз. Көбіктер шығады, бірақ олар кейін тарқап кетеді. Содан кейін барып, ыстықтай осылай блендермен жақсылап езіп аламыз. Егер ыстық күйінде блендермен езіп алатын болса, қантымыз толық еріп араласады және суығаннан кейін бұл жем қоймалжың маса болып шығады. Енді дәл осы массаны ыстық күйінде стерилденген банкамызға барлығын құйып алатын боламыз. Содан соң қақпақтарымызды да ыстық суға салып алатын боламыз. Міне енді қақпақтарын жақсылап жауып аламыз. Міне осымен жем дайын болды. Бір жасағаннан менде 6 литр жем шықты. Өте дәмді шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Егер видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кеттіңіздер. Сіздермен болған Сымбат.